бүгінгі күнді көңілді өту үшін шаттық шеңберімізді айтайықшы, кән? Тұрыңдар балалар. Түрленіп тұрайық, шеңберіміз құрайық, қолдастарымыз ақ тілекті жолдайық. Әлемде бақытымыз, әлде биік күмістің, қайықтан қонған, қайықтан достарым. Ой, жарайсыздар балалар, өте керемет балалар. Ал балалар, бүгін біз сендермен мынау не екен балалар? Су! Су туралы өтейікші балалар. Ал біз суды қайдан аламыз балалар? Жаннан! Дұрыс айтасыңдар балалар. Су бізге краннан келеді екен балалар, Ал кранға қайдан келеді екен балалар? Тамырдан! Өте дұрыс айтасыңдар. Мен сендерге енді түсіндіріп өтейін. Міне, бірінші бұл адамдардың бәрі демалып, ауа ылғалданып, олар бұлтқа айналады екен, ылғал ауа. Сөйтеді екен да, ол бұлт жаңбыр болып жауады екен. Жаңбыр болып жауғаннан кейін, міне, көлдерге барып жиналады екен, міне балалар. Міне, көлдерге барып жиналып, осыдан бізге ағаларымыз, осыда жұмыс жасайтын ағайларымыз құбырлар арқылы үйлерімізге тартып, кранға су әкеледі екен балалар. Көрдіңдер ме балалар? Ал су бізге не үшін керек балалар? Сосын Қолды жуу үшін. Сосын? Бетімізді жуу үшін, ішу үшін, тамақ істеу үшін. Және мынаны гүлдерге не керек балалар? Су керек. Бұл су болмаса не болады балалар? Өспей қалады, қурап қалады, балалар, Сол үшін бізге су тіршілік көзі екен балалар. Ал енді суды біз үнемдеуіміз керек екен балалар. Бұл суды қалай болса солай қолданатын болсақ, су бір күні таусылып қалады екен балалар. Жиналып жатқан көлдегі сулар бір күні таусылады екен балалар. Сол себепті үнемдеуіміз керек екен. Ал қалай үнемдейміз ол суды? Қалай үнемдейміз? Ал үнемдеу жолдары, тісімізді жуып жатқан кезде азанда не істейміз суды? Қоямыз, Суды қалай болса солай қолданып, суды шашып тастамаймыз балалар. Суды бекерден бекер босқа құртпаймыз балалар. Одан кейін, міне біздің табиғаттың ресурстарының бірі су болатын болса, екінші біздің өмірімізге қажет ресурс жарық жанып тұр, Ол да бізге су сияқты бір табиғатымыздың бір бөлшегі екен балалар. Ол да біздің өмірімізге қажет екен. Жарық бізге не үшін керек? Теледидар көру үшін. Ой, жарайсың, Еркежан, теледидар көру үшін. Сосын бөлмеміз жарық болу үшін не керек бізге? Свет! Жарық керек, жарайсыңдар балалар. Міне, жарық керек бізге балалар. Жарық бізде бөлмемізді жарық етеді, балалар. Ал енді бізге жарық қайдан келеді екен? Ал енді мен сендерге соны түсіндірейін, балалар. Жарық бізге жел арқылы, күннің сәулесі арқылы жиналып, мынандай электр станцияларында өңделіп, мынандай столбыларға, сымдар арқылы, қараңдаршы, мынандай столбы көргенсіңдер ғой, Осындай столбы арқылы, мынандай сымдармен үйімізді жарық етеді екен балалар. Ал енді бұны да біз үнемдеп қолдануымыз керек екен жарықты. Біз жарықты қалай үнемдейміз балалар? Қалай ойлайсыңдар? Қалай үнемдейміз? Мысалы, күндіз бөлме жарық болса, жарықты не істеп қоюымыз керек балалар? Өшіріп қою керек. Өшіріп қоюымыз керек. Міне сендерге желдеткіш арқылы келеді дегенім, міне қараңдаршы, жел былай айналған кезде, міне жарық мынаған келеді екен балалар. Көрдіңдер ме? Жел арқылы және күннің көзінің қуаты арқылы міне жарық біздің үйімізге келеді екен балалар. Ал енді сендерге мен тапсырмам бар. Сол тапсырманы орындайық балалар. Жарай ма? Бұл біздің тапсырмамыз дұрыс және бұрыс деп аталады. Міне алдымыздағы мынандай бұрыс-бұрысы бейнеленген карточканы қолымызға алайықшы балалар. Қолымызға алайық. Маған қарап тұрыңдар.
маған қаратып ұстаңдар. Ал мына қызыл карточкадағы ол дұрыс емес деген белгіні білдіреді. Ал мынау жасыл түсті карточка бұл дұрыс деген белгіні білдіреді. Ал енді балалар, мен сендерге қазір сурет көрсетемін. Сол сурет дұрыс па екен, бұрыс па екен, соны сендер карточканы көтеру арқылы маған көрсетесіңдер. Жарай ма балалар? Я. Ал балалар, міне мына баланы қараңдаршы. Мына бала үйінде ата-анасы жоқ, кішкентай бала үтікті ұстады. Сосын қолы күйіп қалды. Бұл дұрыс әрекет па, бұрыс әрекет па балалар? Дұрыс емес. Дұрыс айтасыңдар, дұрыс емес. Ал енді мына қараңдаршы, бөлмеде өзі жарық, күндіз. Жарық күннің сәулесі түсіп тұр. Бірақ жарық қосулы тұр. Бұл қандай әрекет балалар? Дұрыс па? Дұрыс емес, не себепті дұрыс емес балалар? Светті өшіріп қояды. Иә, күндіз болған кезде, күн жарық кезде жарықты сөндіріп отыруымыз керек, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, міне жолда осылай сымның ашық жерін көрсеңдер, міне қолмен ұстамау керек, балалар, ұстаған дұрыс па, дұрыс емес па? Иә, дұрыс емес, дұрыс айтасыңдар балалар. Не болады балалар? Тоғырады, мынадай ашық жатқан сымды ұстауға болмайды. Ал балалар, енді тағы бір тапсырма бар. Міне суретте бейнеленген, міне дұрыс әрекет пен бұрыс әрекеттер бар. Осының тұсына, міне алдарында тұрған карточканы өздерің қойып шығыңдар кәні. Кәні, көрейікші кәні тапсырманы қалай орындайды екен мен балдар. Осының тұстарына қойып шығасыңдар. Дұрыс емес әрекетке қызыл карточканы, дұрыс әрекетке жасыл карточканы кәні қоямыз. Ой, жарайсыңдар. Ой, жарайсыңдар, кән, Мансұр, жалғастыра қой. Ой, жарайсыңдар, балалар. Кән, карточкалардың алдарын қаратыңдар. Апай. Апай. Қандай әрекет ол? Дұрыс па, бұрыс па? Қандай әрекет бұл? Жарық жанып тұр. Теледидар қосулы тұр, бірақ ешкім көріп тұрған жоқ. Бұл қандай әрекет? Дұрыс емес. Дұрыс емес, жарайсың кән? Дұрыс емес белгісін қойсай. Ой, жарайсыңдар балалар, кән? Ернар. Мынау дұрыс әрекет пе, бұрыс әрекет пе сымды ұстаған? Дұрыс емес. Дұрыс емес, ой, жарайсың. Кән? Мынау ше, тіс пастасымен тісін жуып тұр, бірақ суды ағып тұр. Ол да дұрыс емес екен. Сосын мынау су бекерден бекер ағып тұр. Бұл қандай әрекет? Дұрыс емес. Кән, жарайсыңдар балалар. Ал балалар, сергіп алу үшін сергіту сәтімізді орындайық балалар. Кән? Су Ағады сыдырлап, тасадан да арқалап, тамшы болып тамағыз, серен әрін береміз. Біз бәріміз зерттеу орталығына барып, сумен жарықты зерттеп көрейік, балалар? Ал бірінші бармай тұрып, бірінші қауіпсіздік ережесін білейік, балалар. Барған кезде қолымызға қолғап киіп, мынау қолғап кимей тұрып, ұстауға болмайды, балалар. Жарай ма? Одан кейін көзімізге қолымызды апаруға болмайды, балалар. Аузымызға апаруға болмайды. Жарай ма, балалар? Қауіпсіздік ережесін ұстанамыз, балалар. Ал келіңдер, балалар. Балалар, мынау лас суымыз. Мына су сабыннан қорқады екен, балалар. Ал кән су сабынға тығып көрейікші немізді. Ал енді, көрін бе, қашып атыр сенде. Маған бет шашын. Көрін бе? Су сабыннан қашып атыр. Тағы да батыршы мен. Қараңдаршы. Су сабыннан. Ой, Рамазан, жарайсың. Қараңдаршы сендер су сабынды қолданған едіңдер. Не істеді? Қашып кетті. Қашып кетті. Ой, жарайсыңдар балалар. Міне су сабынды, міне қараңдар, енді таза сумен мен енді мына жаққа зерттеп көреміз, балалар. Зерттеп көреміз мына жерде. Мен сендердің кір суларыңды аламыз,
Бұда не бар екен? Міне, кір бар екен. Қараңдаршы міне. Қош, Ернұр. Қарасай жөндеп, қарасай. Көрдің ба кір? Қара. Көрдіңдер ма? Сол үшін балалар, не істеуіміз керек екен балалар? Сусабымен қолымызды жуып жүріміз керек екен балалар. Сонда таза болады екен балалар, иә? Кір сусабынан қашады екен балалар. Ал жарайсыңдар балалар. Ал енді қолғаптарымызды шешіп, екінші тапсырмаға барайық, екінші зерттеу орталығына барайық. Екінші тапсырмамызда мынау алдарыңа қолшам. Мынада сурет бейнеленген. Сол қолшамның көмегімен бүйтіп, мына суретті тауып, мына жерден сол суреттің бейнесін тауып, соны сәйкестендіріңдерші балалар. Міне, алдарында бұл суреттер берілген. Қолшам арқылы табыңдаршы, не бейнеленіпті? Кімнің суретінде не? Бағдаршам ба? Ал, мына жақта ше, бағдаршам бар ма екен? Сол бағдаршамда барамыз, балалар. Сенде ше, сенде не бейнеленді? Желдеткіш ба? Не ол? Ой, жарайсың. Ал, сенде не екен? Сенде не екен? Сенде қандай сурет бейнеленіп тұр? Асыл? Ой, жарайсыңдар балалар. Сенде қандай сурет? Ағаш бейнеленіп тұр ма? Алсай, өзің қой. Қазір сен кіші. Сенде не кетті мағына? Ал енді көш. Ой, жарайсыңдар балалар. Кәне, жарықтың көмегімен суретті таба алдық, иә балалар, иә? Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, мына үшінші тапсырмамызда суға кәне бояғышымызды қосайықшы, кәне. Бояғыштарымызды қосамыз суға, кәне. Алдарымыздағы шприцте міне не бар? Краска бар. Ой, жарайсыңдар. Боялды ма су? Енді нені қоя салыңдар. Шприцті жанына қойыңдар. Болды, қоя сал. Енді оған біз май құямыз балалар. Ал енді балалар, бұл краскіленген суға май құямыз. Май құямыз үстіне. Ал енді қараңдаршы, лимон қышқылын қосайық мына суға. Қараңдаршы, енді суды бақылаңдаршы, не болады екен. Қараңдаршы мына. Қараңдар, қазір түстер ыдырайды өздер. Қараңдар. Қараңдаршы балалар, не болып жатыр? Қараңдаршы мына түстерді, көрдіңдер ма? Дөңгелек болып шығып жатыр. Қараңдаршы майдың ортасына. Көрдіңдер ма? Міне мынада көп дөңгелектер шығыпты. Ал сенде ше? Араластырып көрейік. Міне. Не болды балалар? Түстеріміз дөңгелек пішінге айналды, иә балалар, иә? Қараңдаршы. Ал балалар, бүгінгі іс-әрекет сендерге ұнады ма? Ал бүгін біз не туралы өттік балалар? Свет жақты. Не істеуді үйрендік? Светке жақты. Үнемдеуді? Үйрендік. Ой, жарайсыңдар балалар, иә? Жарықтың қалай келетінін, судың қалай келетінін білдік па балалар? Жарықтың, судың қайдан келетінін білдік балалар. Ал енді тапсырма ше? Тапсырмада не білдіңдер балалар? Және дұрыс, бұрыс әрекетте не білдіңдер балалар? Дұрыс және бұрыс әрекет екенін білдіңдер, иә? Ата-аналарымыздың жоқ кезде не істейміз? Тоқ көздеріне теспейміз, иә балалар, иә? Үлкендер болмаса, мүлдем тоққа бармаймыз. Балалар, қолшаммен не істедік біз? Суреттерді Жарайсыңдар балалар. Ал түстерді не істедік балалар?
Кісінге айналдырдық. Иә, дөңгелек пішінге айналдырдық, иә балалар? Иә. Ой, жарайсыңдар балалар. Ал микроскоптың көмегімен не істедік біз? Кірді көрдік, иә балалар, иә? Жарайсыңдар балалар. Енді су біздің өмірімізге қажет пе екен балалар? Су біздің өмірімізге қажет екен. Сол себепті суды үнемдеп жұмсауымыз керек екен, иә балалар, иә? Ал жарайсыңдар балалар. Үлкен рахмет сендерге.